Апа, айтшы, енді менің папам Құдай ма? Жоқ, сенің папаң Құдай емес. Енді сен ылғи мені Құдайдың баласы деп айтасың ғой, сонда қалай? Әлде мамам Құдай ма? Ей баламысың деген. Мамаң қайдағы Құдай? Құдай болса тағдыры андай бола ма деп ауыр-ауыр күрсінді. Ту, апа, айта салшы, Құдай кім? Анау төбедегі күнді көріп тұрсың ғой. Анау талды ше. Соны сенің әке-шешең туды ма? Ой, шіркін-ай деген. Мені де сені де жаратқан Құдай бар. Ол бәрінен күшті, бәрінен мейірімді балапаным. Ол қайда сонда? Анау жақта деп апам шолақ саусақтарымен аспан жақты нұсқайтын. Ол неге түспейді бізге, апа? Ол түссе жер көтере алмай қалады. Оны рас па не? Не ол соншалық алып па? Деп менің аузым ашылып қалатын. Ол дәу, ол өте күшті және құдіретті. Мен сонда кәдімгідей сол Құдайдың баласымын ба? Я құлыным. Бар ойнай ғой, бара ғой. Сары сапалағым қайтейін. Мәссаған, мынау қызық болды ғой. Мұны бәлем ана Татарков жеңе білсе шалбарын дымап қоятын шығар, Анау тракторист Шәкеңнің қара бұжыр баласына айтпасам, осыны жақсы болды. Енді маған көшедегі боқмұрындар папаңда жоқ, мамаңда жоқ, кім сені қорғайды деп көрсін осыдан. Көшеге атып шығып жан-жағыма қарасам, Жәкеңнің қара бұжыры құрымысқа төбелестіріп отыр екен. Шалқая басып қасына бардым. Ей қараманқа, бер қара. Немене деп тұрсың үй? Кім қараманқа? Көрсетейін қазір мен саған қараманқаны. Тұра тұр ей, ұрсаң пәлеге қаласың. Сен менің кімнің баласы екенімді білесің бе? Иә, кімнің баласы екенсің? Ана байға тиіп кеткен шешеңнің баласысың да басқа кімнің баласы едің? Әлде әкең тіріліп келді ме? Сен білмейді екенсің ғой, мақауей, мен Құдайдың баласымын. Құдайдың баласы? Ха-ха-ха. Қайдағы Құдай? Құдай жоқ қой, не танытып тұрсың? Қалай жоқ? Бар. Апам айтқан деп аңтарылып қалдым кәдімгідей. Апаң оттай береді. Ленин, Құдай жоқ деген. Кім ол Ленин деген? Ол менің апамнан артық біле ме не? Ой, ақмақ, анау автобаздың маңдайшасында кімнің суреті тұр? Сол Ленин деген адамыз, сол айтқан Құдай жоқ деп. Ха-ха-ха-ха, Құдайдың баласымын дейді ғой. Бері кел, сөзіңе жауап бересің қазір. Зытып бердім. Қашқан бойда жүгіріп кеп қой қораның артындағы көңнің үстіне отыра кеттім. Апам Құдай бар дейді, қара бұжыр жоқ дейді. Апам бар дейді, Ленин жоқ дейді. Қара бұжырдың Ленині бар, менің апам бар. Апамның сөзі маған қанша жерден жақын болып тұрса да, әлгі Ленин дегеннің бір бәлені білетін сияқты. Тұра тұр. Сонда апам өтірік айтқан ба? Жоқ, апам ешқашан өтірік айтпайды. Ленин апамнан ақылды болса ақылды шығар, бірақ апам өтірік айтпайды. Ол нақты. Онда неге Лениннің суретін автобаздың маңдайшасына жапсырған? Егер апам ақылды болса, автобаздың маңдайшасына апамның суретін ілер еді. Қабай. Құдай бар ма, сонымен жоқ па? Әлде ана күнді талды және апамды Ленин жаратты ма екен? Миым ашып кетті құрсын. Татарков және қайтпаймын деп шештім. Тағы да күлкіге қалып жүрермін. Құдай бар болса, оның өзі аспанда. Өмірдегі ең жақын адамдарымның барлығы алыста. Екеуі о дүниеде, екеуі мен бара алмайтын аймақта. Жарайды, бірдеңесі болар. Солай да солай боп жүргенде, қыс өтіп жайнаған көктем жетті. Қалаң. Бір күні жеңгемнен күштілеп тұрып шапалақ жедім. Содан ойбайға басып, нағашы апамның қойнына тығылдым. Сөйтсем, сөредегі тұрған алманы сұраусыз алған екем. Ол алма ғамның балаларына арналған екен. Алма дейтін аулада шашылып жатады. Соны өз қолымен теріп алмай, неге дайынға жүгіреді деген әлгі шапалақ жеңгемнің уәж екен. Апамның айғайға басқанын көрсеңіз сол күні. Маған емес әрине. Апам мені керемет жақсы көретін. Менің әкем жайлы қызықты әңгімелерді де сол кісі айтатын. Тұңғыш күйеу баласын өз ұлындай көрген екен. Есімде қалғаны, нан зауытында жұмыс істеп жүріп, оң қолындағы саусақтарынан тегіс айырылған апам күн ұзаққа картоп аршып отыратын. Ырғағы әдемі бір әнді ыңылдап отырушы еді. Мен шапалақ жеген күні үйдің іші салқын тартты. Ертесінде шешем келді. Апам оған: балаңды өзің алып тәрбиеле. Менің енді шамам жоқ. Оның үстіне мына жақта жүріп жеңгелеріне жексұрын болғанша жейтін таяқты өзіңнен жесін деп мені шешеме қосақтап шығарып салды. Сол күн менің балалық шағымның тәтті дәурені таусылған күн еді. Біз силикат кірпіштен салынған ақ қаңылтырмен төбесін жапқан ауласы ат шаптырымдай үйдің алдына кеп тоқтадық.
Анам осы үйде тұратынын айтпай-ақ түсіндім. Әлгінің үйі шынымен үлкен екен. Өзі бақуатты тұратын кісі екені анандайдан көрініп тұр. Аулаға имене кірген мен ең алдымен сиыр сауып келе жатқан бір апаны көрдім. Апа жүрген жердің бәрі мейірімге толы болады деп ойлайтынмын. Оным бекер болып шықты. Қора жақтан шапшаң жүріп жеткен әлгі апамыз сүйкімсіз бір қап-қара кемпір екен. Мені көре салған кемпірдің көзі бағжаң ете қалды. Сол жағына қарай шырт түкірді де әлгі мыстан кемпір сүтін қоюға кілетке кіріп кетті. Мен бүрсе түсіп шешемнің бауырына тығылдым. Біздің жарылқаушы әкеміз малда жүрген болып шықты. Онымен таныстығым жоқ әзірге. Сыртынан бір көргенім болмаса, кешке жақын әлгі машинасын гүлдетіп үйге жетті. Бойы биік, мойны жуан, біліктерінде бұлшық еттері ойнақшып, тамырлары білеуленіп тұрады екен өзінің. Құс тұмсық, өне бойынан қара күштің қорқынышы, ызғары естіледі. Қабағы үнемі түксиіңкі жүреді екен. Екі сөзінің бірі әкеңнің аузын бәлен қылайын, шашы бурыл тартқан, атжақты дөң қабақ, көзі үлкен, көкшіл, бірдеңе ұнамай қалса тісін шықырлатып қояды екен. Қысқасы, мендей нәзік балаға мұндай қуатты қара дойыр адам ұнаған жоқ. Қатыгез екенін байғұс жүрегім бірден сезді. Бара жер басатын тау жоқ, осы бір табиғаттың үлкен қателігімен бірге өмір сүретін болдық. Мені шешем оған таныстырып жатыр. Осында тұрады, апасы осында жіберді. Қасымда болсыншы деп жатыр. Анау маған ызбарлана қарап, ой әкеңнің аузын деп мені бір сыбап өтті. Көшедегі балалар осы бір сұмпайы боқтық сөйлемді маған қаратып айтса қалса жағаласа кетуші едім. Қазір оның іске асуы өте қиын екенін түсініп тұрмын. Әзірге әліптің артын бағайын деп өзімді өзім сабырға иландырдым. Кейін оның осы сөзіне етім үйреніп кетті. Әуелі ішімнен өз әкеңнің тағы аузын ұрайын деп күлімсіреп тұратынды шығардым. Кенет әлгі әкетайым, шалбарыңды шеш демесі бар ма? Онсы несі деп шешеме жалтақ-жалтақ қараймын. Шешем оны естімегенсіп кілетке сүйеулі тұрған сыпыртқыны ала салып, жанұшыра ауланы сыпыра бастады. Мен кірерге жер таппай тұрмын. Шалбарды шешкен несі? Әй мақау, кереңсің бе не? Шалбарыңды шеш дедім ғой деген күркіреген дауыстан селкете қалдым. Неге папа? Қайдағы папа? Мен саған папа емеспін. Мені аға деп айтатын боласың, ұқтың ба? Жарайды, қалауыңыз білсін. Шалбарды шеш кәні. Шешпеймін, ұялам. Уа-ха-ха, ұялатындай қыз емес шығарсың, а? Ұлмын мен. Дәлелдеші кәне ұл болсаң. Мәңзеңдеше. Өй, Томаш, мына балаң кәпір ғой? Бұл үйге мен сияқты кәпірлерге кіруге болмайды екен. Ертесінде мәшинесіне мінгізіп алып, өгей әкем Ғабит деген бір хирургқа апарып, шырылдатып сүндетке отырғызды. Қара жер хабар жеткізбесін, Қалиасқармен таныстығым осылай басталғанды. Оны былайғы жұрт қалаң деп атайды екен. 2 аптадай нағашы ағамның менімен жасты қызының көйлегін киіп ап, етегін желпілдетіп, ауланы сыпырып, су тасып жүріп, мені мұсылман қылған Қалиасқарды зерттеумен болдым. Кез келген адам қандай жағдайға тап болмасын, бірінші кезекте қауіпсіздігін ойлайды екен. Мен де сол ойдың жетегінде жүрдім. Қауіпсіздігімді қамтамасыз ету үшін келесідей нәрселерді істемеуге өзіме өзім уәде бердім. Бірінші, көп сөйлемеу. Екінші, салғыласпау. Үшінші, айтқанын бұлжытпай істеу. Осы 3 ұстаным мені әлгінің қарабүжір жұдырығынан аман қалдыратын секілді болып көрінді. Бірақ бұл ұстанымдарымды дана уақыт түкке тұрғысыз етті. Оңаша жерде желкеден түйіп қалудан басталған қалаңның маған тиісуі күн өткен сайын үдеп дамып, түрленіп, мұң құбылып, жаңа формаларға ие болып, өгей әкемді тың ізденістерге жетеледі. Қалекең баланы ұруды өнер деңгейіне көтерген адам. Мысалы былай: «Айттың ғана күшігі бері кел» деп айғайлайды. Үшінші ұстанымы: іске асыру үшін алдына жетіп келем. «Сені кім шақырды?» деп әлгі мені жүккіректі алақанымен иектің астынан періп қалады да мұрттай ұшырады. Артынан қарқылдап мақұлықтарша күледі. Мен безе жөнелем. Келесі жолы шақырады. Тағы ұратын шығар, бармай-ақ қояйын деп қора тазалап немесе малға шөп салып жүре берем. Тағы да пәлеге қалам. «Шақырғанда неге келмейсің, сілімтік?» деп
Енді қолдың қырымен дәлдеп тұрып желкеден ұрады. Тоң қалаң асасын. Жылауға тағы болмайды. Шешең айтсаң өлтірем дейді. Жыласам көзім сіп кететінін екеуміз де білеміз. Сондықтан мен жыламауға үйрендім. Бұл маған көше төбелестеріне қатысу үшін зор тәжірибе болды. Күйреп жатқан жерлерден де жеңістің бір ұшын көріп, пайдалы бір дүние алып шығуға мен содан бері машықтанып алдым. Көше төбелесі демекші, әлгіндей соққылардан кейін мен бала шағаның жұдырығын маса шаққан құрлы көрмейтінмін. Ал өзім қалаңның маған қолданатын әдіс тәсілдерін қарсы келген жүгірмектерге мейлінше пайдаланатын едім. Жарты жылдан кейін біз тұрған көшедегі балалар мені екінші атаман етіп сайлап алды. Мен тек қана Тілеуіштен ғана именем. Ол шындығында шымыр және өте әлді бала болатын. Кейін екеуміз адам айыра алмайтын дос болып кеттік. Екеуміздің басымыздан кешіргеніміз жайлы төмен жақта әңгімелейтін боламыз. Мектебің мынау классың. Арада бір жыл өтті, мен 7-ге толдым. Көшедегі балалар мені көрсе құрақ ұшады. Бәріміз мектепке барамыз деп дайындалып жүрміз. Бірақ қай мектепке баратынымыз белгісіз, оны үлкендер ғана біледі. Шешеміз өмір бақи орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беріп келді. Қазақшасы кез келген қазақтан артық. Елдің бәрі сотқа арыздану үшін, әкімшілікке хат жаздырып алу үшін шешеме келетін. Қазақша тап-тұйнақтай етіп жазып берген, ол елдің ризашылығына бөленіп жүретін. Әлгі даңғоймен шешем әдеби тілде келістіріп тұрып сөйлейтін. Соған анау боқтықты қоспай сөйлеуге тырысып, мәдениетсін жетісіп қалатын. Онысы тіпті күлкілі еді. Арасы боқтықпен жалғанбаған соң айтқан сөздері ұйқаспай, басы жоқ, аяғы жоқ сөйлемдерді құрауға тырысатын. Болмағасын әңгіменің аяғында басын шұлғып, дәу-дәу қолдарын сермеп, иығын қиқаңдатып, моңқылдап, біресе тұрып, біресе отырып, арасында анау ше деп қойып, ақыры ишараға көшетін байғұс. Маған бұл шешемнің оны жазылып жатқанындай көрінетін. Менімен анам тек орысша сөйлесетін. Сөйтсем, мені орыс мектебіне берем деп дайындап жүрген екен. Мен болсам тіліммен жағыма сүйеніп, екі тілде де сайрай беремін. Алматыда тілім балабақшада орысша шыққан екен. Ал үйде бәрі қазақша сөйлейді. Сондықтан мен мектепке бармай тұрып екі тілді бала болып өстім. 1-ші класс. Үржардың дәл ортасында Киров атындағы ескі мектеп бар. Бүгін ол Жансүгіров шайырдың атында. Сол мектептің табалдырығынан Олег деген орыстың бір баласымен қол ұстасып аттанған едім. Олежка екеуміз бір партада 3 жыл отырдық. Кейін ол сыныптас досым үй ішімен Германияға көшіп кетті. Сықырлақ парталарымыз жылда боялған соң, ағашынан гөрі бояуының арқасында қалыңдай беретін. Бұрынақ төселген алғаш едендері де сықырлақ. Тақтайларының арасы ашылып қалған. Талай қаламсабымыз сонда түсіп ғайып болатын. Мектептегі өмір маған үйдегі тіршіліктен қымбат еді. Елдің балалары соңғы сабақтан соң үйіне қашса, мен мектептің кәнігі қараулы секілді айналсоқтап кетпей жүретінмін. Үйге барсаң, қара кемпір берген суып қалған макарон жейсің, одан кейін қара озбырдан таяқ жейсің. Еш өзгермейтін күнделікті тіршілік. Қарының ашқан соң еріксіз портфеліңді сүйретіп, үйге қарай аяңдайсың. Үйде сабақ оқу деген бір қасірет. Кітап ұстаған қолдарыңды иығымен қоса жұлып алардай әлгі дау жетіп келеді. Немене оқымыста болып, менің інілерімнен керемет болып кетем деймісің? Қу жетім, айда кет бұзауға бар, деп түйгіштеп жіберетін. Өзі кітап атаулыдан қарадай қорқатын. Шешемнің жинаған кітаптарына қарап тұрып, осының ішінде бірде-бір сурет жоқ. Несіне осы қалың қағазға шұқшияды осы жұрт, деп таңғалып жүретін. Бірақ сол қараңғы адамның ішіндегі тәңіри рух бәрібір сол кітаптарда ғаламат күш бар екенін сездіретін сияқты көрінетін маған. Әйтеуір бұл шешемнің кітаптары. Мен шешемнен туған маған өш. Менің кітапта әуестігімді ол біледі. Сондықтан зал үйдегі мұқабалары әдемі кітаптарға жолатпауға тырысатын. Мен болсам, ол ақыл-ой теңізіне шомылуға әлі даяр емес екенімді білемін. Бұл жағдай қалаңның қаперіне де кіріп шықпайды. Қалаңның қанжары. Қалаң жарықтық арақты шелектеп ішетін ауыл сабаздарының бірі еді. Кейін кезде ол қылығын жиілетіп жіберді. Дәу адамның мас болған, тіпті үрейлі болады. Екі көзі алақтап, сүріне қабына құлағанда аузынан сасық иіспен қоса, боқтықтың тамаша үлгілері көрші тұратын тәмам жұртқа жайылып жатушы еді.